Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, қамыры өте жұмсақ болып шығатын пирожки пісіретін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз. Жылы сүтімізді қосамыз. 2 ас қасық қантты қосып, 1 шай қасық тұзды қосып араластырамыз. 2 шай қасық аштығымызды қосып, жақсылап араластырып, аштығы көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Ашытқы көтерілгеннен кейін оның үстіне сұйық майды қосып, кішкене араластырып жібереміз. Ұнды електен өткізіп, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, икемге келетін жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымыз көтерілгенше бетін жауып қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді қамырды кішкентай бөліктерге бөліп, дөңгелек етіп, шариктер жасап аламыз. Менде осы қамырдан 27 пирожки шықты. Барлығын осылай дөңгелетіп алып, қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа етіп жайып аламыз. Ортасына картошкадан жасалған салманы салдым. Картошканы қайнатып, езіп, оған қуырылған пиязды қосып, дәміне қарай тұзбен бұрыш дәмдеуіштерді қосып жасадым. Қамырымыздың ортасы ашылып кетпес үшін жан-жағын қысып, төңкеріп қоятын боламыз. Және де барлық қамырды осылай ішіне салмасын салып, жан-жағын жабыстырып, төңкеріп қоятын боламыз. Жұмыртқаның сарысына кішкене 1 шай қасық сүтті қосып, бетіне жағып шықтым. Қалауыңызша күнжітті сепсеңіздер болады. 180 градуста беті қызарып, дайын болғанша пісіріп аласыздар. Пирожкиміз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шықты. Дәмі де өте керемет. Отбасыңызға міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.